Саламатсыздар құрметті достар, және оқушылар. Сіздерді Ахмет Байтұрсынов атамыздың 150 жылдығын шын жүректен құттықтаймын. Қазақ халқының ұлы педагогы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдық мерейтойына арналған ұлт ұстазымен үндесу челленджін нөмірі 13-ші жалпы орта мектебінен қабылдап алдық. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Газет халықтың көзі, жүрегі һәм тілі. Бала бастауыш мектепке барғанда тек қана ана тілінде оқуы қажет. Сөз көңілге сипат жағынан, көркемдігімен, мағына жағынан күштілігіне жағады. Мектептің жаман мұғалімі қандай болса, мектепте сондай болады. Жастардың оқу тәрбиесі түзелмей, жұрттардың ісі түзелмей. Білімдіден не пайда, білгені көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Балаларға көп үйретілімдер, асығыр, шала-шарғы үйретілдер, аз да болса анықтап, нық үйрету абзал. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болу керек. Күнелту үшін ас керек, ас істеуге күш керек, күшті жұмсауға ес керек деген. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс жасау керек. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылығы өзінен артылмаған. Бәрінен тыныштап жатқандар көп, ұмтылып талап ойлап талмаған. Биыл жылы осы атамыздан 150 жылдық мерейтой екен. Адамға ең керек нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең бастысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, білім де сондай керек. Мұның авторы әріптерін Ахмет Байтұрсынов атамыздың. Бұл алғаш әріптерін жазғанымыз. Мен білсем де өлеңін жаным, тәннен басқа ебдалап өлмеймін. Өлген күні апарып қартты, мен жоқ болам көңіл тәмінен. Тән көңілер көңілмес еткенсін, ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгінші менікі ертең үшін. Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның байлығы өнерлі халықтардың қолына көшеді. Ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына орай ұлт ұстазымен үндесу челленджін нөмір 13-ші жалпы орта мектебінен Сауран жалпы орта мектебі қабыл алып, нөмір 1-ші жалпы орта мектебіне